Баршаңызға сәлем қыздар, өте дәмді түрік тағамы маклубе тағамын әзірлейміз. Өте дәмі керемет. Бізге маклубені әзірлемес бұрын ең алдымен осындай түбі қалың каструль немесе қазан керек, түбіне жабыспас үшін. Және кішкене сұйық майымызды құйып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін осындай жұмсақ етті алдық, яғни свежий ет. Еттің көлемі бұл жерде 1 килограммдай алдым. Өйткені ет көп болса, сондай дәмді болады. Негізі ет көп болу керек. Ет піскенше біз қуырамыз. Жартылай қуырып, жартылай бұқтырамыз етті. Тұз себеміз. Ет свежий ет болғандықтан қазір көп деп сөлін бөледі. Мінекей осындай көп сөлі шықты. Енді осы сөлі тартылғанша отты баяулатып қоямыз. Оғанға дейін көкөністерімізді қуырамыз, яғни 3 сәбіз, 3 картоп және 3 пияз керек болады бізге. Сәбізді осындай сақина тәріздес орташа қалыңдықта турап аламыз. Және картопты да орташа қалыңдықта тураймыз. Егер кішірек көлемде картоп болса, онда дөңгелектеп турасаңыз болады. Менің үлкен болғандықтан 2-ге бөлдім. Және пиязымызды қалың сақина тәріздес турап аламыз. Бұл тағамымыздың ең астыңғы бөлігіне салатын болғандықтан осылай қалыңдау етіп турауымыз қажет болады. Қызған майға сәбізді 2 бөлікке бөле отырып қуырып аламыз. Сәбіздің сырты ғана пісу керек, яғни сондай сарғыш түске ену керек. Қуырып алдық. Екінші бөлігін пісіретін кезде кішкене күте тұрсаңыздар, май тағы да қызатын болады. Сол кезде екінші бөлігін саласыз. Сәбіздің қатты қызған майға жақсы сарғаяды сырты. Және картопты да солай қуырып аламыз. Мінекей картоптың сондай түрі әдемі болды. Яғни сырты ғана осындай қуырылды. Етіміздің сөлі тартылып болып қалды. Мінекей осылай тартылып болған кезде біз пиязды салып қуырамыз. Ешқандай тағам пиязсыз дәмді болмайды. Сондықтан еттің дәмін кіргізетін пияз болып табылады. Пияз қуырылғанша тағы да баяу отта ұстаймыз. Етіміз дайын болды. Енді сол етті қуырған каструлімізді босатып аламыз етінен. Ең астыңғы бөлігіне турап алған пиязымызды осылай орналастырып шығамыз. Үстіне қуырылған етімізді саламыз. Және консервідегі осы бұршағымызды саламыз. Жартысын. Және қуырылған сәбізді орналастырып шығамыз үстіне. Еттің барлық бөлігін жабу керек. Кішкене тұз себеміз, өйткені көкөністерімізде қуырған кезде тұз болған жоқ. Және үстіне картопты орналастырамыз. Картопқа да тұз себетін боламыз. Картоптың үстіне 2 кесе күрішті жуып алдық. Картоптың үстіне орналастырамыз және күріштің бетіне қалған бұршағымызды саламыз. Тұз себеміз және күрішке арналған дәмдеуіш және қара бұрышты салып, осы беткі бөлігін ғана араластырамыз. Тұз барлық жағына жету үшін күріштің. Және осы кезде қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Күріштің бетіне кішкене ғана шығу керек су. Өте көп судың қажеті жоқ. Отымызға қоямыз. Қайнай бастаған кезде бетін тағы да араластырамыз. Тұзы жақсы араласу үшін. Осы кезде тұзын көріп алсаңыздар болады. Өйткені су тартылып кеткен кезде тұзын көре алмай қаламыз. Қақпағын жауып, баяу отта бұқтырып пісіреміз. 35-40 минутта піседі. Салатын әзірлейміз. Бізге қияр, көк пияз және салат жапырағы, помидор керек болады. Қара бұрыш септік, тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Күрішіміз де пісіп қалды.
Мінекей осындай пісті. Енді осылай бетін нығыздап осылай басып қоясыздар. Өйткені біз каструльмен бірге төңкеретін болғандықтан күріш тегіс тұру керек. Осылай жан жағын астын ұрып жібересіздер. Тура ортасына табақтың астындағы пиязында салып жесеңіздер болады. Мінекей осындай дәмді өте керемет тағамымыз дайын болды. Рецепт ұнаса міндетті түрде жасап көріңіздер. Және шетіне салаттарымызды орналастырамыз. Менде ең үлкен табағым осы ғана болғандықтан осылай шетіне ғана дөңгелектеп қоя салдым. Негізі 4 бұрышына солай қойылады салат. Ол үшін үлкен табақ болу керек. Сіздермен болған Ақжарқын, сау болыңыздар.